Сәлем достар, менің есім Қарсақал Жақсылықұлы. Сіздерге Мегами орталығының керемет жаттығуларын тұтатын боламыз. Бірінші жаттығу кет дегенде екі қолымызды екі түрлі фигурада осылай аламыз. Бір қолымызды мінекей осылай фигурада, екінші қолымызды осылай фигурада. Енді осыны алмастыратын боламыз орындарын. Бір қолымызды бұлай алмастырсақ, екінші қолымызды бұлай алмастыратын боламыз. Осыны жиі қайталайтын боламыз. Бұл осы қайталау барысында сіздің миыңыздың жақсы жұмыс істеуіне өте пайдалы. Кетті ендеше 10 секундта қаншалық дәрежеде біз жасайды екенбіз, қаншалық дәрежеде біздің миымыз жұмыс жасайды екен. Кеттік. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Тамаша, керемет. Көрдіңіз өзіңіздің миыңыздың қаншалық дәрежеде жұмыс жасайтынын. Кеттік ендеше. Екінші жаттығу. Екі түрлі тетрадтың бетін аламыз. Екі қолымызға екі карандаш аламыз. Екі қолымызбен екі түрлі фигураны сызатын боламыз. Мінекей, мысалға бір қолымызбен домалақ фигураны сызсақ, екінші қолымызбен төртбұрышты фигураны сызамыз. Карандашымызды дәптерден ешқандай көтеріп алмаймыз. Кеттік ендеше біз 10 секундтың ішінде қаншалық дәрежеде біз сыза алады екенбіз. Мінекей, бір қолымызбен А әріпін сызсақ, екінші қолымызбен В әріпін. Тамаша, керемет. Өзіңіздің миыңыздың қаншалық жұмыс жасайтыны өзіңізге белгілі. Кеттік ендеше үшінші жаттығу, яғни бұл іс барысында істелетін жаттығу. Бұрын сіз тісіңізді оң қолмен ысытып жүрсеңіз, енді сол қолмен ысыңыз. Бұрын сіз есіктің тұтқасын оң қолмен ашып жүрсеңіз, енді сол қолмен ашыңыз. Бұл жаттығуларда жасау барысында сіздің миыңыздың жақсы дамуына өте пайдалы. Мінекей осындай кішігірім ғана жаттығулар сіздің миыңыздың дамуына өте күнделікті тұрақты түрде жасайтын болсаңыз, пайдасы орасан зор. Алдағы уақытта біздің осындай керемет жаттығулармен бөлісемін десеңіз, біздің каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, біз салған жаңалықтармен сіз бірінші болып хабардар боласыз.